Таяуда Қазақстанның ұялы байланыс операторлары Алтел, Теле2 және Билайн ұялы телефонның абонент төлемін 20% өсіретін мәлімдеді. Яғни аталған операторлар интернеттің де тарифін 20% өсіреді деген сөз. Сөз емес, солай ашық мәлімдеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әрдайым бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қоғам алдындағы парыз екенін жиі айтады. Алайда ұялы байланыс нарығындағы алпауыттардың бұл әрекеті аталған ұстанымға мүлдем қайшы келіп отыр. Арасында елдегі телеоператорлардың бұл қадамы миллиондаған қазақстандықтың қалтасына салмақ салатын шешім. Өйткені бүгінде телефон мен интернет халықтың ақпаратқа қол жеткізуіне, жұмыспен қамтылуына, кәсіп жүргізуіне, баланың білім алуына, сондай-ақ мемлекетпен байланыс орнатуына мүмкіндік беретін аса маңызды құрал. Яғни тарифтің көтерілуі қарапайым отбасылардың бюджетіне ғана емес, олардың өмір сүру сапасына қол сұғу деп бағалауға тура келеді. Аталған қадам халқымыздың барлық әлеуметтік топтарының қалтасына қырғидай тиетіні анық. Күнкөріс қиындап тұрғанда неге байланыста қымбаттауы тиіс? Неге баға бір мезетте көтеріледі деген заңды сауалдар қойылуда. Арасында үш ірі оператордың тарифтерді бірдей көлемде және бір уақытта қымбаттату қоғамда үлкен күмән тудыруда. Бұл компаниялар арасындағы бәсекенің емес, өзара келісімнің, үйлесімнің, астыртын ақылдасудың белгісі емес пе? Байтал түгіл бас қайғы дегендей осындай қадамдардан кейін қолжетімді интернет ұлттық жобасын ойлаудың өзі мұң болып қалды. Ел президенттің жеке монополия, мемлекеттік монополиядан да сорақы деген сөзі дәл осындай жағдайларға бағытталып айтылғандай. Әдетте бәсекелі нарықта әр оператор өз стратегиясын бөлек-бөлек жасайды. Бірі бағаны төмендетеді, бірі акция ұйымдастырады, енді бір қосымша қызметтер ұсынады. Бұл жағдай қарапайым тұтынушылардың құқығын таптау деп есептейміз. Себебі баға өседі, бірақ нарықта балама оператор жоқ, яғни тұтынушы таңдау мүмкіндігінен айырылады. Нәтижесінде абоненттерге башсыз жоғары ақы төлеу міндеттеледі. Статистикалық деректерге көз жүгіртсек, 2023 жылдан бері байланыс тарифтері 7-ден 57% аралығында қымбаттапты. Қазақстанда 26,3 миллион мобильді жазылым бар. Бұл халық санынан да көп деген сөз. 18-де 8 миллион азамат мобильді интернетті пайдаланады. Бұл цифрлар мобильді байланыс қазір жай қызмет емес, елдің цифрлық тұтастығын ұстап тұрған стратегиялық ресурс екенін дәлелдейді. Яғни бағаның тұрақсыздығы экономикалық ғана емес, аса үлкен әлеуметтік қауіптің де белгісі. Дәл қазір қоғамда байланыс операторлары нарықтағы өзінің үстемдігін пайдалана отырып, монополиялық келісім жасау ықтимал деген пікір өрттей қаулап тұр.